Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен көп айтылмайтын, бірақ маңызды тақырып жайлы әңгіме өрбіткім келіп отыр. Ол басқа адамдардан махаббатты талап ету. Оларға махаббатты бермеу, керісінше талап ету. Маған махаббат керек, маған махаббат керек деген талап қою. Шын мәнінде бұндай талап адамның өмірін қиындатады және адамның арасындағы қарым-қатынасты өте бұзады. Бұл қарым-қатынасты бұзады. Мысалға алатын болсақ, әйелі мен күйеуі жақсы өмір сүріп келе жатады. Күйеуі әрқашан оған махаббат беріп келе жатады. Уақыт өте келе күйеуінде бір проблема болып, сол махаббат беруін тоқтатады. Содан кейін әйел не істейді? Ызалана бастайды. Сен неге маған махаббат бермейсің? Маған махаббат керек. 24/7 маған махаббат керек деген талап қояды. Шын мәнінде сыртынан қарағанда ол өте ересек адамға сай емес іс-әрекет болып саналады. Және қарым-қатынасты одан әрі суытады. Сонымен қоса, егер де ол белгілі бір адамның, жалпы жаңағы әйел емес, белгілі бір адамның өмірінде махаббат болмаса, оны қолдайтын адамдары болмаса, қабылдайтын адамдар болмаса, ол не істейді? Қандай сезім сезінеді? Маған махаббат керек. Сыздау сезімі, ішінде бір, кеудесінде бір қуыс бар сияқты, ешкімге керексіз сезімін ылғида сезініп жүреді. Егер де оны қолдайтын адамдары болмаса, бұл негізі дені сау емес сезім. Өйткені оны бәлкім белгілі бір адамдар сезінуі мүмкін, белгілі адамдар сезінбеуі мүмкін. Неге адамдар жаңағы жоғарыда айтылған сезімдерді сезінеді? Өйткені түпкі установкасы менде махаббат болуға міндетті. Егер де менде махаббат болмаса, бітті, бұл катастрофа, мен нақұрыспын. Мен еш нәрсеге жарамсызбын, егер де мені басқа адамдар қабылдамаса. Егер де басқа адамдар қабылдамаса, мен нақұрыспын, мен бағасызбын, мен құнсызбын деген установка тұр. Оның түпкі себебі неде? Оның түпкі себебі, егер де менде махаббат болмаса, менде қолдау болмаса, мен нақұрыспын, мен еш нәрсеге жарамсызбын. Сол үшін менде махаббат болу керек. Махаббат менің құндылығымның көрсеткіші деген установка тұр екен. Сонымен қоса, көптеген психологтар адамның өміріндегі басқа адамдардың махаббатын, олардың қолдауын өте жоғары көтеріп жіберген дәрежесін. Себебі ересек адам мен баланың қажеттіліктерін шатастырып алған. Қазір түсіндіріп өтейін. Мысалға алатын болсақ, бала дүниеге келсе, оған басқа адамның қолдауы, оған қарауы, махаббат қажет. Кішкентай балаға, себебі оған қорек керек, оны киіндіру керек. Физикалық тұрғыдан ол басқа адамсыз өмір сүре алмайды. Эмоционалдық тұрғыдан да, егер де үлкен адам оған келіп жаман сөздер айтып кетсең, сен нақұрыссың деп біздің қазақтың қоғамынан айтпақшы. Ол оған сеніп қалады. Ал үлкен адам, сау адам өзін киіндіре алады, өзіне тамақ бере алады, өзіне қарай алады, өзін қорғай алады. Яғни оған басқа адамның оның қолдауы, оның махаббаты қажеттілік емес. Қажеттілік деген ол мысалы ауа, тамақ, бізге бұл нәрселер болмаса, біз өліп қаламыз. Бұнсыз өмір сүре алмаймыз. Соны психологтар басқа адамдардың махаббатын қажеттілік, егер де махаббат болмаса адам өліп қалады деген нәрсені көп айтады. Ал қалау деген нәрсе бар. Қалау деген енді ол болғаны жақсы, өте жақсы, болмаса еш нәрсе етпейді. Психологтар оны қажеттілік деп көбінесе айтады, кейбір психологтар, бірақ ол өте қате пікір. Көптеген зерттеулерді оқыдым, Альберт Эллистің кітабынан қарасаңыз, бұл махаббат деген қалау. Логикалық тұрғыдан да қарасаңыз, махаббат ол адамның қалауы. Бірақ онсыз өмір сүруге болады. Талай адамдар өмір сүріп жатыр ғой, деген сияқты.
Мен айтпаймын, адамға мүлдем махаббат керек емес, махаббатсыз бақыттырақ өмір сүреді деп айтпаймын адамды. Махаббат болғаны жақсы. Адамда махаббат, қолдау болса, ол өзін бұрынғыдан бақыттырақ сезінеді, кішкене ғана бақыттырақ сезінеді. Кішкене ғана бақыттырақ қылады. Дегенмен махаббатсыз да өмір сүруге болады. Дегенмен талай адамдармен бірге өмір сүріп жатып, бақытсыз да болып жатқан адамдарды кездестіріп жатырмыз. Жаңағы, егер де басқа адамдар мені қабылдамаса, өмірімде махаббат болмаса, мен нақұрыспын деген установканың артында не тұр? Ол установканың артында мен құнсызбын, мен бағасызбын деген установка тұр. Егер де мені басқа біреу қабылдамаса, басқа біреу жақсы көрмесе, яғни мен еш нәрсеге тұрмаймын деген установка тұр адамның артында. Ал шын мәнінде сіз біреудің қабылдағаны үшін емес, машинаңыз болғаны үшін емес, бескек оқығаныңыз үшін емес, жақсы қыз болғаны үшін емес, жай ғана өмірге келгеніңіз үшін, өмір сүріп жатқаныңыз үшін бағалы болып саналасыз. Осыны есте сақтау керек. Жаңағы жоғарыда айтылған келеңсіз сезімдер, егер де мені біреу қабылдамаса, мен нақұрыспын деген сезімдерден қалай арылуға болады? Біріншіден, махаббатты талап етуден көрі адамдарға беруді үйреніңіз. Мысалы, сіз пианиноны әтеге үйренесіз ғой, сол сияқты махаббатты да беруді үйреніңіз. Екіншіден, сіз белгілі бір нәрсені жасағаныңыз немесе жасамағаныңыз үшін бағалы емессіз, сіз жай ғана өмірге келгеніңіз үшін бағаласыз. Осыны есте сақтау керек. Сонымен қоса, жаңағы махаббатты талап ету, егерде өмірінде махаббат болмаса, бұл катастрофа деген сезімдер көптеген паникалық шабуылдың себептері болған. Көп ситуацияларда, мысалы, мен естіген сондай себебі болған. Мысалға алатын болсақ, менің бір танысым бар, бірінші паникалық шабуылың қашан басталды деген сұраққа ол айтты. Қашан басталды десе, мен жақын құрбыммен ұрсып қалған кезде басталды. Ал екінші паникалық шабуылың қашан басталды десе, мен жігітіммен ұрсып қалғанда паникалық шабуылым басталды деген нәрселер айтты. Неге ол паникалық шабуыл бастады? Өйткені онда, егер де мен ол адамдарға керексіз болсам, егер де менде махаббат болмаса, жалпы мен құнсызбын, менде махаббат болу керек, болмаса мен құнсызбын, еш нәрсеге тұрмаймын, ол қажеттілік, мен махаббатсыз өліп қаламын деген установка болды. Жаңа қорқыныш паникалық шабуыл пайда болды ол кісіде. Құрметті достар, бүгінге осы. Егер де менің видеом пайдалы болса, міндетті түрде комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар, амандықта жүздескенше.